Сәлем, достар, бұл қызық фильм. Алдарыңызда перехват фильміне қысқаша шолу. Оңтүстік Лос-Анджелес қылмысқа толы, сондықтан Оттис ұлын мектептен алу үшін жолға шыққанда көлікке тапаншасын салып алады. Джуниорды Оттистің туысы Лаки алып кетуі керек еді, бірақ ол әдеттегідей жоқ болып кетеді. Бала мектеп ауласында әкесін жарты сағат күтіп қалды. Оттис ұлын ешқашан жалғыз қалдырмайтынына уәде береді. Джуниор көліктен тапанша тауып алады. Әкесі оны тартып алып шалбарына тығып қойды. Біраз уақыттан кейін Джуниор ұйықтап қалады, ал Оттис оны артқы орындыққа ауыстырады. Кептелісте тұрған кезде Оттис жанынан өтіп бара жатқан сұлу қызға көзі түсіп кетті. Ол жігітке ұрланған костюм сатпақ болады. Оттис одан бас тартты, бірақ бірнеше секундтан кейін тапаншамен қаруланған ер адам оған тап берді. Оны ұрып көліктен лақтырып жібереді. Оттис жерден тұрып бар күшімен көліктің артынан жүгіреді, өйткені ішінде ұлы қалды. Ұрланған көлікті басқа қарақшылар қорғаштап жүреді, бірақ олар жүк көлігіне соқтығысып қалады. Оқ атыс басталды, Оттис екі гангстерді өлтіреді. Көлікті айдап кеткен қарақшы иығынан жараланады. Оттис оны тағы бір рет атпақ болды, бірақ дәл сол сәтте Джуниор көрініп әкесін көмекке шақырады. Оттис әлі де біраз жүгіргенімен ақыры шаршап тоқтайды. Осы кезде ол өзін алаңдатқан қызға, Кокоға назар аударады. Ол қарақшылардың сыбайлас екенін түсініп, оны тапаншамен қорқытып мәлімет алмақ болады. Коко көлікті гаражға жеткізетінін айтты. Оттис оны өзімен бірге ертіп алады, бірақ гараж бос болып шықты. Не болса да Оттис көлік табуы керек еді. Ол сол жерде тұрған бір машинаны айдап кетпек болады. Сол кезде Коконың жігіті келіп, оны бірдеңе ұрлады деп қызды ұра бастайды. Оттис араласып бандитті есінен танғанша соққыға шықты. Кейін ол көлікті айдап кетеді. Ол Коконың Джуниорды табуға көмектесетініне үміттенді, бірақ қыз ішінен қан түкірген соң оны жайына қалдыруды шешті. Ол оны тіпті үйіне жеткізуді ұсынады, бірақ бұлай жасау мүмкін емес еді. Себебі Оттис оны тергеп жатқанда ұры оның сөмкесімен ақшасын ұрлап кеткен. Сол үшін қызды сыбайластары тағы да соққыға жығатын еді. Оттис егер Коко көмектессе, оған ақша беретінін айтты. Хороший ты малый, но я пас. Екеуі геттоға барады. Бұл жерде әр бұрышта біреуді ұрып жатқан адамдар көрінеді. Оттис туысы Лакиге шабуыл жасайды, өйткені егер ол Джуниорды уақытылы алып кеткенде, мұның бәрі болмас еді. Лаки де гангстер еді. Ол мәселені анықтап беруге уәде береді. Оттис Кокоға өзінің де қылмыскер болғанын, бірақ 6 жыл түрмеде отырған соң қылмысты тастағанын айтты. Ол небәрі 1 ай бұрын шартты түрде мерзімінен бұрын босап шыққан, сондықтан болашағы күмәнді еді. Осы себепті полицияға да бара алмайтын. Дәл осы сәтте теледидарда Оттистің 2 адамды атып тастағаны түсірілген видео көрсетіледі. Пока я буду искать младшего, они найдут меня. Ал Лаки болса үлкен ет деген беделді қылмыскердің қол астында жұмыс істейтін. Жаңа ғана ол өзіне алым төлей алмаған сатушының қолын кесіп тастайды. Сол бөлмелердің бірінде қатыгез қылмыскер ұрланған баланы ұстап отыр екен. Бұл туралы Лаки Оттиске айтып береді. Үлкен ет баланы қайтару үшін $100 талап етті. Ол бұрынғы қылмыскердің, яғни Оттистің соңғы тонауынан кейін ақшаны жасырып қойғанына сенімді. Қалай болғанда да қаражатты табу керек. Деньги у тебя? Лучше отдай их. Лаки, будь у тебя 100 000, ты пошел бы работать охранником. Коко бұрын үлкен еттің қарамағында жұмыс істеген. Онымен әзілдесуге болмайды, бірақ ол басқа жол ұсынды. Өзінің қазіргі қожайыны гангстер Пи-Маниға шабуыл жасау. Ол ұрланған бренд киімдерін сатады. Оның дүкеніне кіру оңай болған жоқ. Ақыры Коко Оттисті ішке кіргізеді. Ол өзін Коконың жігітіндей ұстап, дереу әжетханаға сұранады. Шындығында Оттис ақша іздеп жүрген еді, және көп ұзамай тауып алады. Қалған қаражат сейфте тұрды. Оттис Пи-Манидің көмекшісіне тапанша тақап, сейфті ашуға мәжбүрлейді. Сонымен қатар өзін үлкен ет жібергенін айтып, өтірік айтады. Оның жоспары 2 беделді қылмыскерді бір-біріне айдап салып, олардың топтарының өзара соғысуына себепкер болу еді. Коко Пи-Манидің баспанасына барып, дәретханаға сұранады. 2-ші қабатта ол Оттисті ішке кіргізеді. Ол бетін банданаға жауып, тағы да қарақшыларды тонайды. Вам привет от большого мяса. Алда полицейлік бекет тұрды, сондықтан олар жолды өзгертіп, бай аудан арқылы жүруге мәжбүр болады. Коко өмірінде алғаш рет геттоның сыртына шықты. Оттис үлкен еттің зәулім үйіне келеді. Оның барлық құндылықтарын тартып алу керек. Ұры үлкен қиындықпен дабыл жүйесін бұзып ішке кіреді. Вот это да. Извини за беспорядок. Сегодня у прислуги выходной.
Екеуі олжаларын жатын бөлмеге төгіп жатқанда, кенеттен есік қоңырауы шырылдады, полиция келіп тұр екен. Коко өзін үй иесінің көңілдесі ретінде таныстырады. Ол сирек келетіндіктен дабыл кодын ұмытып қалғанын айтты. Тіпті қара нәсілді полицеймен флирт жасап, оның нөмірін сұрайды. В любое время. Спасибо. В любое время. Қолығы іске асты, ал тонаушылар қолда бар ақшаны санай бастайды. Алайда жиналған сома әлі де жеткіліксіз еді. Бірақ олар кілттер мен кодтар жазылған қағаз табады. Бұл әртүрлі банктердегі сейфтердің кілттері болатын. Таңертең Оттис банктердің біріне барады. Ол сейфке кіруге өтініш білдірді. Бұл кезде Коко керемет тартымды киініп келіп, күзетшілердің назарын өзіне аударады. Менеджер Оттистен жеке куәлігін сұраған кезде Коко үлкен жанжал шығарады. Содан кейін менеджер құжаттарды тексеруді ұмытып, Оттисті сейфке апарады. Алайда банк қызметкері бұл сейфтің үлкенетке тиесілі екенін біледі. Оттиске әйелге тапанша тақауға тура келді. Ешкім оның ғимараттан қалай шығып кеткенін байқамады, өйткені барлық назар айқайлап жатқан Кокоға ауды. Мне нужен мой $1 миллион. Это просто бумажка. Никакой это не чек. Да какого черта ты мне целый час мозги полоскал? Олар көшедегі демонстранттардың арасына сіңіп кетеді. Екінші банк тонауы мүлдем басқаша өтті. Бұл жолы Оттис бетін жауып, ал Коко өзін кепілге алынған адам ретінде көрсетті. Үшінші банкте қыз жалған эпилепсия ұстамасын салып, бүкіл банктың назарын өзіне аударады. Оттис жинаған ақша сомасы 50,000 болды. Ол ұрланған әшекейлерді сатып, тағы 90,000 табуды жоспарлады. Оның жартысын Кокоға бермек. Осы кезде Лаки хабарласып, ақшаны үлкенетке өзі табыстауды ұсынды. Өйткені олар бір отбасы мүшелері. Если обманешь... Нет, пойми, тебе вообще сейчас нельзя на улицах мелькать. А я все сделаю аккуратно. Лаки Оттиске қарай шықты, бірақ жолда өз бандасының қарулы мүшелері оны ұстап алып, үлкенеттің көлігіне тықты. Себебі Лаки де беделді қылмыскерге қарыз еді, енді қолынан немесе басқа дене мүшесінен айырылу қаупі бар. Оттис ақшаны сөмкеге салады. Коко оған өз арманы туралы айтып берді, бұл жерден қашып түрлі елдерді аралау еді. Алдымен ол Мексиканың бір әсем қаласына барғысы келеді. Оттис оған ұрланған гауһар сақина сыйлайды. Коко бірден оны қалағанын көрсетті, бірақ Оттис үшін бұл аса маңызды емес еді. Оттис бұрын үлкенетпен бірге банктерді тонағанын есіне алады. Бірақ қаныпезер оны өлтіруге шешім қабылдады. Сол кезде Оттис $100,000 ақшаны алып қашып кетті. Ол тек өзінің атанған екінші анасына сеніп, одан ақшаны жасырып қоюын сұраған. Содан бері ол сол атанған екінші анасында не ақшаны да көрмеген. Кокода кезінде ұлы болған, бірақ ол кездейсоқ оқтың құрбаны болды. Қыз қашып жүргенде, оның баласы көшеде ойнап жүрген, ал екі банда атысып, соның салдарынан бейкүнә сәби көз жұмған. Кенеттен Лаки хабарласып, ақшаны қайда алып келу керектігін айтады. Ақшаны табыстамас бұрын әшекейлерді сату керек. Оттис еш жерде көрінбеуі тиіс болғандықтан бұл істі Лаки мойнына алады. Лаки үлкенеттің жертөлесіне жетті. Ол камераға байлаулы тұрған Джуниорға бір қарап, одан кейін өзін аяйды. Содан соң барлық әшекейлерді үстелге төгіп жібереді. Мұнда шамамен $200,000 заты бар еді. Лаки өзінің қарызынан әлде қайда көп ақша әкелгендіктен, үлкенет оған $90,000 беріп, есеп айырысуға келісуі тиіс деп ұсыныс айтады. Алайда үлкенет оған сұрақтар қоя бастады. Лаки алдыңғы күні байларды тонағанын айтып, жалған сөйлейді. Бірақ шындық басқаша, барлық әшекейлер, банктерден ұрланған дүниелер бәрі де үлкенетке тиесілі болатын. Енді Лаки тірі қалғысы келсе, бүгін түнде қалған ақшаны қайтаруы керек. Ол бірден Оттиске қоңырау шалып, белгіленген мекен-жайды айтты. Захвати с собой все деньги. Зачем? Он может запросить больше за младшего. Бірақ бұл жерде бір шикілік бар еді. Лаки оған үлкенеттің базасына келуді сұрайды. Күдік тудырғандықтан Оттис кездесу орнын өзгертті және Коконы жолда қалдырады. Ақыры ол өз ұлын қайта көреді. Бірақ үлкенет Джуниорды ақшаны толық қайтармайынша босатпайтынын айтты. Оттис сөмкені жерге тастайды. Бандиттің біреуі әке мен баланы атып тастағысы келді. Бірақ Лаки өзін құрайтып олықты. Оттис барлық бандиттерді атып тастайды. Лаки кеудесінен жараланды. Енді үлкенетпен соңғы есеп айырысу қалды. Олар атысып кейін бір-біріне бетпе-бет қарайды. Я 6 лет отсидел из-за тебя. Из-за меня? Ты меня обокрал. Үлкенет Оттистің жалғыз әлсіз тұсы оның ұлы екенін білетін. Сондықтан ол Джуниорды алып қашқан болатын. Үлкенет атқан оқтарын санамағандықтан сол жерде атып өлтіріледі. Енді Лакиді құтқару керек.
Бірақ ол ауруханаға барудан бас тартты. Сондықтан Отис жанармай бекетіне тоқтап, көзеннің жарасын таңуға мәжбүр болады. Сатушы дәретхана кілтін беруге еш көнбей, тек Отис жасыл ақшаны лақтырғанда ғана келіседі. Лакиді лас бөлмеге сүйреп апарып, унитазға отырғызды. Енді дәке мен сутегі тотығын табу керек. Кока оларды іздеп жүгіріп кетті. Дәл сол кезде теледидардан қарақшылардың фотосуреттері көрсетіледі. Сатушы Каконың қылмыскер екенін таныды, бірақ полицияға хабар бермеді. Керісінше ол қазіргі заманның Бонни мен Клайдына тәнті болып, Какодан автограф сұрайды. Лакиге алғашқы медициналық көмек көрсетіледі. Содан кейін топ Мексика шекарасына қарай бет алады. Отис кенет көзеннің есінен танып қалғанын байқады да, жолға назар аудармай қалады. Осылайша ол жол апатына түсе жаздап, полицияның назарын өзіне аударып алды. Ақыры Лаки жарақаттан қайтыс болады, ал басқаларға енді полицейлерден қашу келеді. Отис газды барынша басты. Полицейлік көліктер көбейіп, әуеде тікұшақ қалықтады. Отис кенеттен кері бұрылып, қудалаушылардан құтылады. Енді тікұшақтан жасырынып қалу керек. Бірнеше қауіпті маневр жасап, Отис автотұраққа кіріп тоқтайды. Олар бөліну керек еді. Коко мен Джуниор бір көлікке жасырынады, ал Отис полицияны өзіне тартатын болды. Если нас поймают, сына отдадут в приют. Я этого не допущу. Обещаешь вернуться за мной? Я же всегда за тобой возвращаюсь. Кока баланы қорғауға уәде береді. Отис тұрақтан шыға салысымен барлық полицейлік көліктер оны қуып кетеді. Ал Како мен бала тыныш басқа бағытта кетті. Олар 10 минуттан кейін қоңырау шалуға келісті. Отис әлі де қудалаудан қашуға тырысуда. Ол Какодан сол әдемі мексикалық қалашықтың атын сұрайды. Онда кездесу керек еді, бірақ екеуі де мұның болмайтынын түсінеді. Отис соңғы рет Джуниормен сөйлескісі келіп, телефонды беруін өтінді. Бала ойыншық ат сатып алуды сұрайды, ал Како Отиске оны жақсы көретіндігін айтады. Қылмыскер айлаққа кіріп, тұйыққа тірелгенін түсінгенде тоқтады. Полицейлер көліктерінен шығып, оған қару кезенді. Бірақ Отис тағы да газды басты да, жылдамдықпен көлге қарай құлайды. Көлік су түбіне кетті. Коко бәрінің аяқталғанын түсінеді. Ол Джуниормен бірге шекараны кесіп өтіп, әдемі көрінісі бар шағын мексикалық қалашыққа қоныстанады. Бала жергілікті мектепке барады, ал Коко уәдесін орындап, оны өз баласындай тәрбиелейді. Папа больше не вернется. Я знаю, но мне легче, когда я думаю, что вернется. Олар жағажайда серуендеп келе жатқанда, кенет алыстан таныс бейне көрінеді. Бұл Отис ол қолында уәде етілген ойыншық атты ұстап тұр. Осылайша фильм аяқталады. Келесі кездескенше